Assalamu alaikum көрермендер. Мен бүгін сіздерге аккумуляторымызды қалай қалпына келтіру керек, соны көрсететін боламын. Ол үшін бізге мынандай пластик арнайы ыдыс осындай кесіп алу. Осыған аккумуляторымыздың суын, яғни кислотасын құятын боламыз. Аккумуляторымыз ақ түсте, ешқандай зарядка жоқ, қуаты жоқ. Егер қуаты болса, жасыл жанып тұру керек. Ақ түсті көрсетті. Яғни мынандай тиіммен или мынандай шайбамен осындай дәптермен ашып, қақпақтарын ашып аламыз. Егер де аккумуляторыңыз осында ақ түсті көрсетіп тұрса, онда бұл аккумуляторыңызды тастауға асықпаңыз. Өйткені қазір мына қымбатшылық кезде барлық нәрсе қымбат. Қазір ең тиімді жолын көрсетемін. Өз қолымызбен осылай аккумуляторымызды қалпына келтіруді көрсетемін. Өстіп қақпағының бәрін ашып аламыз. Қақпағын ашып алдық. Енді мына суын, кислотасын жаңағы ыдысымызға құйып аламыз. Ыдысымызға құйған кезде абай болу керек, өйткені кислота өте қауіпті. Қолымызға қолғап киіп, осылай соңына дейін барлық суын сырғып құйып аламыз. Осылай құямыз. Мінекей құйып алдық суының бәрін. Мына суды енді арнайы қауіпсіз жерге апарып оны төгіп тастаймыз. Енді арнайы мынандай электролит өзінің суын қайтадан құямыз аккумуляторға. Осылай бір келкі құйып шығамыз. Әрбір ұяшықтарға құйып шығамыз. Бәрі бір келкі болу керек, толып та кетпеу керек. Мінекей құрметті көрермендер, электролитімізді құйып алдық, міне бір келкі. Енді оны қуаттағышқа, яғни зарядкаға қоямыз. Бұл зарядкаға бір күн бойы қою керек. Мінекей құрметті көрермендер, бір күн бойы зарядкаға қойдық.
ak tüs jasıl tüsке ayналdı. Neticesi olsa mı? Onu kuvataldı degene akımlatırdım. Endi bunu kölükke koyup ot aldıramız kölükte. Neki kölükke koyup hurmatli ko'rarmanlar.